Армысыздар, қазақ елі. Осыдан 100 жылдай бұрын үндістандық Махатма Ганди деген өзінің халқына үндеу тастайды. Ол кезде Үндістан Ұлыбританияның ағылшындардың отарында болды. Ол үндеуде ол кісі айтады, жаңағы ағылшындықтардың тауарын алмаңдар және олардың жұмысына тұрмаңдар дейді. Біз солай ғана егемендігімізді аламыз дейді. Шыныменен бірнеше жыл өткенде жаңағы ағылшындықтар, сол жердегі отарлап отырған ағылшындықтар түгел банкротқа ұшыраған. Сонда айналып келгенде қарасақ, жаңағы олардың отарлауына күш беріп отырған ол экономика, ақша екен. Ақшасы таусылды, ағылшындықтар жеңілді. Солай олар елдеріне кетті. Үндістандықтар осылай өздерінің егемендігін алды. Бұл жерде халықтың сондай бір өздеріне жол таңдағаны, және 360 миллион үндістандық, мысалы сол кезде олардың саны 360 миллион болған екен. Соншама үндістандық өздеріне тапсырма беріп, және бір серт бергендей жауапкершілігі алып, мысалы өзінің ұрпағының болашағы үшін жаңағы ағылшындардың жаңағы тауарларын алудан бас тартқан. Ол жерде үндістандықтың өздерінің өндірістері жоқ, мысалы түгел экономика ағылшындардың қолында болды. Жаңағы Махатма Ганди деген кісінің өзі, ол жаңағы ағылшындардың тауарын алудан бас тартқаннан кейін өзіне өзі киім тігіп алған. Кейбір бай осылай қор жинап, ағылшындардың заттарын сатып алған байлар, олар жаңағы сөзге барлығы жұмылғандығы сонша, олар заттарын бәрін шығарып, жаңағы ағылшындарды сыртқа шығарып өртеп жіберген мысалы. Осы арқылы олар жаңағы жұмылу арқылы, осындай жауапкершілік алу арқылы олар өздерінің егемендігіне жетті. Енді біздегі жағдай қазір соған өте ұқсас, бірақ одан екі есе ауыр және бір зұлматты жағдай болып тұр бізде қазір. Неге? Өйткені бізде Қытай экспансиясы жүріп жатыр. Ол 55 заводы бар. Және мынау ол 55 заводтан бұрын бізге мына Қытайдың тауарлары кіріп жатыр қазір. Және мен бұған дейін бір жаңағы видеоны салдым. Ол жерде жем-шелектер Қытайдан келіп жатқан. Улы. Ол жерде киімдердің барлығы улы, олардың заттарының бәрі химиялық. Олар өте арзанға жасайды және улығып жасайды. Ол арнайы жасалып жатқан заттар мысалы. Неге? Ол халықты құрту. Ұлан байтақ жер жатыр. Кезінде Ресей империясы осы жерді алу үшін қазақты қырса, қазір Қытайлар, олар мұны тауарлары арқылы, олар тағы да қазақты қырып жатыр мысалы. Мынау Аралдағы тұзды білесіздер? Ол қазақтікі. Бірақ қазақтың жерінде. Оның ішінде де түрлі қоспалар қосып жатыр қазір мысалы. Интернетте толып жүр, қарасаңыздар. Мысалы мынау Көкшетау жақта Кенесары деген ауылдың элеваторы, мен өзім білетінім, Қытайлар сатып алған. Біздің нанымызды да Қытайлар бізге нанды да жегізіп отыр, былайша айтқанда. Өзіміздің нанымызды қолынан өткізіп жегізіп отыр. Енді осындай жағдайлар өте көп. Бірақ мысалға ең болма Қытайдың мына тауарларын алу, бұның бәріне біз қазір өзімізге жауапкершілік алуымыз керек. Қазір митингқа шығуға қорқады халық. Бір ішім қызғыз қайнайды, бірақ не істерімді білмеймін дейді. Ендеше не істеріңізді білмесеңіз, мысалға кезінде үндістандықтар өздерінің ешбір өндірісі болмаса да, олар мысалға киімді қолынан тігіп алса да, ағылшындықтардың бір егемендігі үшін ағылшындықтардың тауарларын алудан бас тартқан. Ал сіздерде қазір таңдау бар. Қырғызстандікін алыңыз, Түркиянікін алыңыз, басқа елдердің тауарларын оңай алу мысалы. Қымбат болса да сізге өз денсаулығыңыз керек қой мысалы. Бала-шағаңыз денсаулығы, жанұяңыздың денсаулығы керек қой. Ендеше Қытайдың тауарын алмаңыз, Қытайдың жеміс-жидегін алмаңыз. Осы арқылы біз алғашқы қадамды жасаймыз. Бұл егемендігіміз үшін, өзіміз сақтау үшін, және ішкі бір сондай бір кедергіні жоюға бұл үлкен сеп. Өйткені адам, мысалға мына митингқа шығып жүрген жігіттерден, қыздардан сұрасаң, олар бір шығып алғаннан кейін үйреніп алады, шыға береді. Мысалы, қайтпай шыға береді. Бұл жерде де біз өзіміздің ішіміздегі бір қорқынышты жеңіп, еркіндігімізге бір қадам жасау керек. Алдыңызға мысалға тамақ әкеп қойды мысалы, бір табақ етті әкеп қойсын да айтса сізге, мынаның ішіне біз у қостық десе мысалы, же десе саған, оны жейсіздер ме мысалы? Оны балаңыздың аузына тосасыз ба, же деп мысалы? Ондай жасамайсыз. Өйткені білесіз, бұл жерде у бар мысалы. Мына Қытайдан келіп жатқан тауарлардың ішінде де у. Химиялық қоспалар, арнайы жасалып жатқан улар, ана джинсовый шалбарлардың белдемшесін кесіп
ішінен порошок шығарып көрсетіп жатыр. Мысалы осы интернетте жүр, оны көрсеңіздер. Жаңағы олар өздерінің жеміс жидектерін түрлі химияға суарып сатып жатқанын көрсетіп жатыр. Мысалы ол жерде ол ұзақ сақталу үшін түрлі әйтеуір тауар ол ешбір мәні жоқ, оның дәмі жоқ, нәрі жоқ, оның қуаты жоқ. Ол ас емес, ол зат, ол тек қана сатылатын зат. Ол ақшаға сатылады. Сіздің ақшаңыз ғана керек бұл жерде, болды. Мысалы қытайлар осыдан 20-30 жылдай бұрын олар мысалы қайыршы болды, кедей болды. Олар тыйышы отырды сонда елінде. Ал қазір қалай байыды, олар отарлауды бастады. Ұйғырларды мінекей жойып жатыр, қазақтарды жойып жатыр, біздің елге кіріп жатыр. Бұның барлығы осы ақшаның күшейгендігіне, ақшаның молайғандығынан болып жатқан жағдай. Енді біз бұнымен күресуіміз керек экономикалық тұрғыда. Қалай әрбір адам өзін сақтайды бұл жерде. Ол елді ғана емес, ең бірінші өзін сақтайды, әрі ол осымен үлес қосады мына елдің азаттықты алуына. Сіздерге мен сондай бір өтініш жасағым келеді. Біріншіден, тауарларын алмаңыздар Қытайдың. Екіншіден, одан келіп жатқан жеміс жидектерге жоламаңыздар, алмаңыздар. Бер қарай саудагерлер болса, айналайындар, бер қарай әкеп сатпаңыздар. Өз қазағымызға жау емес шығарсыздар. Мысалы, алмаңыздар, әкелмеңіздер. Қырғызстанға барып әкеліңіздер. Жаңағы, бірақ о жерде де сақтану керек. Қайдан шығып жатыр ол Қырғызстанда? Түркияныкін алайық, басқа жақтыкін алайық, бірақ Қытайдан алмаңыздар мысалы. Осы, бұл бізге қазір ауадай қажет қазір. Және мынау жаңағы ерте заманда мысалы біздің бабаларымызда қалай болған? Ғұндардың кезінде Қытайлардың бұл аяр саясаты, бұл қазір ғана пайда болған саясат емес, бұл аярлықтар оның сонау ерте замандарда болған. Ғұндардың кезінде бабаларымыз отарлап алғанда Қытайды. Қытай не істеген? Ол отар болып жатқан жоқ ол мысалы. Ол мысалға салық төлеу керек, налог төлейді. Сонда ол налогтың үстінен қаншама тең жаңағы керуен өзінің заттарын, киім-кешектерін, әдем бұйымдарын, түрлі жеміс жидектерін барлығын әкеп мынау жаңағы ғұндарға әкеп тегін таратқан, тегін берген, әкеп таси берген. Жылына 2 рет сондай үлкен керуен келіп отырған. Бірнеше жыл солай. Сосын артынан бір уақыттарда жаңағы Қытайдың бір уәзірі өзінің елінде қылмысты болады да қашып келеді ғұндардың арасына. Сосын ол ғұндардың жаңағы қаған оны өзіне кеңесші қылып алады. Сонда ол кеңесші жаңағы Қытайдың жаңағы уәзірі айтады, сұрайды, мынау келіп жатқан заттар дейді, керуен. Бұлардың бәрі не үшін келіп жатыр деп ойлайсыз деп сұрайды Қытай жаңағы қағаннан. Сонда айтады, бұлар менің отарым ғой дейді. Олар өздерінің амандығы үшін қорыққанынан әкеп жатыр дейді. Дұрыс қой, ол сіздің отарыңыз дейді, бірақ бұның артында үлкен саясат жатыр дейді. Бұны қазір сіз тегін алып жатсыз дейді. Халқыңыз бәрі осыған үйреніп алғаннан кейін дейді, ол ертең тұтынушыға айналады дейді. Мысалы, ол өзі өндірмейді ішінен, тұтынушыға айналады. Ертең сосын Қытайлар бұны сатады дейді сендерге дейді. Сендер сатып алушыға, тұтынушыға айналып кетесіңдер дейді. Кіріптар болып қаласың дейді Қытайға мысалы. Сөйтеді да бір жаңағы былайша айтқанда эксперимент жасайды. Екі ғұндардың бір әскерін шығарады, және Қытайдың бір әскерін шығарады да, екеуін қалың жыңғылдардың арасымен бұталы сондай қиын жерлермен жүгіртіп жарыстырады. Бұл енді мен Қойшығара Салғараұлы деген кісінің кітабынан оқығаным. Ол Қытайдың жаңағы жазбаларын зерттеу арқылы жазылған кітабы ғой. Сол жерде жазылған бұлар. Сонда жарысып, ұзақ жерден жарысып, жаяу жүгіріп, сөйтіп келеді. Бірінші ғұнның әскері келеді, екінші Қытайдың әскері келеді. Сонда ғұнның әскерінің үсті сап-сау, ештеңе жыртылмаған, киімі бәрі түзу. Ал Қытайдың әскерінің үсті дала-дала жыртық киімдері, быт-шыт болған. Мысалы, қатты жыртылып сондай болып келеді. Сонда ғұнның әскерінің киімі неден жасалған? Ол теріден жасалған екен бүкілі. Өйткені олар мал бағатын адамдар, көшпелі жұрттар. Қытайдікі жаңа шүберектерден жасалған. Жібегі бар, басқасы бар. Айырмашылығын көрсетеді, мінекей, тауардың айырмашылығын. Сосын екеуін алады да мұздай суға тоғытады, бастарын ғана шығарып қойып, мұздай судың ішіне салған. Сосын екеуі ұзақ уақыт судың ішінде жатады, сосын шығыңдар деп бұйрық бергенде, жаңағы ғұнның әскері сүйретіліп шығып кетеді, Қытайдың әскері шыға алмай қалады ішінен. Сосын оны сүйреп алып шығады. Сосын жаңағы ғұнның әскерінен сұрайды, біздің бабаларымыздың әскерінен. Сен бүгін қандай тамақ іштің дейді. Сонда айтқан, қойдың жілігін жедім, қымыз іштім деп айтады. Ал Қытайдың әскеріне сұраса, ол айтады дейді, мен көк шай іштім, және күріш жедім деген. Тамақтың
айырмашылығын осыдан біліңіз. Сөйтіп осыны түсінгеннен кейін бабаларымыз жаңа Қытайдың керуенін кері қайтарып жіберген екен. Бұл да бір саяси амал, мысалы отарлаудың амалы. Ал қазір де осы жүріп жатыр, қазір өте қатты жүріп жатыр. Бұл қазір отарлап алу емес, жойып жіберу жүріп жатыр қазір. Өйткені мынау Қытайдың улы заттарын ол бүкіл дүние жүзі бастырып жатқанда, біз қазір әлі де тұтынып жатырмыз. 75%-ға дейін біз Қытайдың тауарын тұтынады екенбіз. Соншама біз уланып жатырмыз деген сөз. Біздің өзімізде экологиялық таза өнімдер бар. Экологиялық таза бізде терілер өңделмейді мысалға. Қаншама мал ұстасақ та біз терілерді Қытайға сатамыз, басқаға жібереміз, болмаса шіріп қалады мысалы. Мінекей осындай жағдай болып жатыр. Бұл жерде біз өзімізге өзіміз қолға алып, өзімізді өзіміз сақтауды қолға алуымыз керек. Осы менің айтарым ағайын. Қытайдың тауарынан бас тартайық. Оны нақты түрде қолға алу керек. Ол біздің егемендігіміздің бір үлкен жаңа көрінісі болады. Өйткені оның арты үлкен жақсылыққа келеді. Және алғашқы жеңісіміз болады деп білемін мен оны. Осы ағайын айтарым. Менің каналыма жазылыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз, айтқан ақылдарыңыз, ойларыңыз маған өте маңызды.